Құрметті көрермендер, бүгінгі тақырыбымыз ас қорыту физиологиясы 2. Екінші бөлім. Жіңішкешек, тоқшек жайлы болмақ. Бірінші жіңішкешекке тоқтала кетсек, жіңішкешек астың қорытылуының соңғы этапында осы жіңішкешек жүреді. Қорытылады және сіңіріледі. Жіңішкешек жалпы 3 бөліктен тұрады. 12-шек кіреді, жіңішкешек және мылқыншек. Олар қарай тоқшекпен жалғасады. Ол жерде бізде клапан бар, илиотикальный клапан дейді. Тоқшектің 3 бөлімі бар, 4 бөлімі бар. Восходящая часть, коллинен, поперечная, нисходящая и сигмовидная. Тікшек және анус. Кеше алдыңғы бөлімде 12-шекті айтып кеттік физиологиясын. Енді осы жіңішкерген жері, жіңішкешек. Жалпы ұзындығы бұның 7-8 метр екен. Ең ұзын шек. Ол жаңа 12-шекте кіріп кетеді. Соның барлығын қосқанда 7-8 метр ұзындықта екен. Бұнда среда pH 7,2-8,6-ға тең. Яғни сілтілі орта болып табылады. Және де бұның физиологиясын өлсек, ол төртінші бұның негізгі құрылымдық бірлігі энтероциттер болып табылады. Жүректе кардиомиоциттер, бүйректе нефрон, сол сияқты шекте энтероциттер негізгі клеткалық құрылымдық бөлігі осы энтероциттер. Ол энтероцитті үлкейтіп қарасақ, жаңағы нелерден тұрады, ворсинкалардан тұрады. Ворсинка дейді. Мысалға, былай. Мысалы, шектің бір бөлігі десек. Яғни шек. Шек. Мына жерде ворсинкалар болады екен. Ворсинкалар екен. Бұның араларында капиллярлар, лимфа барлығы осы жерде. Бұны былайға қарасақ, міне көлемін кесіп қарағанда былай. Ол ворсинкалар. Бұның араларынан былай белгілеп қойын. Лимфа тамырлары және капиллярлар. Алдыңғы тақырыптарда жаңағы май сіңірілуі өткен кезде біз білеміз, майлар, май болғанда глицерин, жирный кислота осы лимфа арқылы сіңіріліп бауырға барады ғой. Ал қалған жаңағы белок, көмірсулар осы капиллярлар арқылы сіңіріледі. Бұл ворсинкалар. Энтероцит дегеніміз осы бүртікшелердің сыртында орналасқан микроворсинкалар деп атайды. Сыртында орналасады екен бүйтіп. Осы энтероциттер деп аталады. Бұны үлкейтіп қарасақ, бұл мынандай нәрсе. Бұл микроворсинка. Бұл энтероцит. Энтероцит. Оның әрқайсының бір-бір ядросы бар. Осы жерде жаңағы тамақ осы энтероциттер арқылы, энтероциттің арасында қуыс бар. Осы қуыс арқылы сіңіріліп, одан капиллярлар қуыс арқылы сіңіріледі. Одан капиллярларға барады. Болмаса лимфаларға барып, адай общий кровотокқа түсіп бауырға барады. Жаңағы қорытылған тамақ, қорытылған болғанда әбден кіші молекулаға ыдыраған аминокислоттар, моносахаридтер, жирный кислот, глицериндер осы қуыс арқылы сіңіріледі дедік. Ол қалай, яғни жалпы ас қорыту бөлімінде бүкіл ұйқы безінен бөлінетін, асқазанынан келетін сөлі бар, желч, барлығы осы ішекте бөлінетін сөлі бар, барлығы негізгі құрамы су ғой. Осы бүкіл ас қорыту жолынан есептегенде жалпы 10 литрдей суткісіне 10 литрдай құрайды екен сіңірілетін, бөлінетін сөлдердің жиынтығы. Тағам қалай сіңеді?
10 литрдей, ана жақта 10 литрдей сұйықтық түзіледі суткасына. Біздегі натрий элементі, натрий концентрация градиентке байланысты осы просветке қарай өтеді. Интерстициядегі қуысқа қарай өтеді. Бұл жерде осмотическое давление жоғарылайды. Осмостық давление жоғарылайды мына жерде. Яғни екі ворсинкалар ортасында. Ал біз білеміз, осмотическое давление қай жерде жоғары, сұйықтық соларға қарай тартылады. Яғни натрий концентрация градиентке байланысты шектің қуысынан энтероциттерге қалай өтеді. Жаңағы 10 литр деген сұйықтығымыз, оның ішінде барлығы бар ғой, жаңағы майларымыз да бар, белоктарымыз да бар, ыдыраған глюкозамыз да бар, барлық питательный заттар бар, микроэлементтер бар, тұздар бар, барлығы су ретінде жүреді ғой. Осы осмостық давлениеге байланысты шек қуысынан шек қабырғасына қарай өте бастайды. Өтеді де, ары қарай микроварсинкадан ворсинкаға, оның ішінде майлармен жаңағы лимфамен капилларға түсіп, одан общий работа, одан бауырға барады. Негізгі астың қорытылу механизмі осы ғана. Яғни натрий элементіне байланысты көбі нәрсе, көбі. Одан ары қарай өтіп, барлық тамақ қорытылды шектерде сіңіріліп, ең соңында қалдық өнім тоқшекке барады. Тоқшек. Тоқшек негізгі рөлі организмге керектігі. Онда көптеген біріншіден микрофлоралар бар. Микрофлора көп. Екіншісі оның қызметі суды сіңіру. Суды сіңіреді де қалдық өнім тығыздалып қалады. Жалпы тоқшектің ұзындығы бізде 160 сантиметр екен. 4 бөлігі бар. Восходящий, поперечный, нисходящий, сигмотәрізді шек деп бөлінеді. Бұның енді өзіндегі анатомия ерекшеліктері бар. Оны анатомия тақырыбында көріп алсаңыздар болады. Негізгі бізге физиология керектігіне. Бұндағы pH 8,5-9-ға тең екен. Енді микрофлораға тоқтала кетсек. Микрофлора. Жалпы иммунитеттің 70% дейді. 70% иммунитет осы шектегі микрофлораға байланысты дейді. Егер шектегі микрофлора бұзылса, организм иммунитет әлсірейді. Патогенді микрофлоралар күшейіп алады екен. Жалпы тоқшекте 3 түрлі микрофлора бар. Не жазайын? Микрофлора 3-ке бөлінеді. Негізгілері, олар осы бүкіл микрофлораның 90% құрайды. Ол бізде бифидобактерия. Екіншісі қосымша микробактериялар. Ол бүкіл бактериялар 8-9% құрайды. Ол лактобактерия, интербактерия жатады. Үшінші бір тобы остаточный дейді, қалған. Үшінші бөлігі не десем, остаточный бактериялар. Патогенді дей салайыншы. Патогенді бактериялар да организмде болады ғой. Условно патогенді 1%. Оларға жаңағы стафилококк, аэробты микрофлоралар, энтерококк, дрожжылар, простейший дейді. Осы барлық 1%. Жаңағы егер ет өнімдерін, май тағамдарын өте көп жейтін адамдарда, болмаса врачтың назначениесі антибиотик өздеріне сала беретін адамдарда осы микрофлораның проценттік арақатынасы бұзылып, патогенді микрофлорасы проценті өсіп, пайдалы микрофлораның проценті төмендейді де, организмде дисбактериоз деген ұғым пайда болады. Дисбактериоз. Дис бұзылу, бактерияның проценті бұзылады.
Онымен қоймай, ол көптеген аурулардың туындауы негізгі себепші болып табылады. Сондықтан жаңағы кез келген ауру ол тағамнан дедік қой, диета, дұрыс тамақтану керек, және антибиотиктерді мысалы қолданған кезде пробиотиктерді қосымша ішу керек. Пробиотик дегеніміз осы бифидобактериумдар. Сүт өнімдерін, айран өнімдерін көп ішу керек. Пайдалы бифидобактериялар бар. Сонымен микрофлора дедік жаңағы. Негізгі пайдасы ол осы, негізгі қызметі осы патогенді микрофлоралардың деңгейін түсіріп отырады. Иммунный барьер құрайды. Кейбір қорытылмаған ас өнімдерін, өсімдіктегі клетчатка, тағам талшықтарын барлығын қорытып отырады, сіңіреді. Одан кейін жаңағы кейбір витаминдер, В группасы витаминдер, К витаминін түзеді екен, синтезіне қатысады. Және де бұл осы микрофлораның қызметі. Тоқ ішектің қызметі және суды сіңіретін дедік. Ары қарай тағам барып, не істейді? Тығыздалған тағам, кәдімгі консистенциясы өте қатты тағам барып, қалдық өнімі. Тікшекке бар. Тікшекте біз мына жерде рецепторлар бар, механорецепторлар. Осы жерге барып, осы механорецепторды тітіркенгенде адамға жаңағы миына сигнал барады. Яғни мына жерде негізгі екі сфинктер бар, ішкі сфинктер, сыртқы сфинктер. Бұның өзі дефекацияның өзі үлкен бір физиология жатыр. Ішкі сфинктер, сыртқы сфинктер бар мына жерде. Ішкі сфинктер бізде вегетативный нерв жүйесімен нервталған. Сыртқы сфинктер бізде кәдімгі соматический нерв жүйесімен. Ол значит кәдімгі адам бұлшықетін, адамның бұлшықеті осы сыртқы сфинктермен бұлшықет екеуі бірдей деген сөз. Соматический нерв жүйесі. Значит мықты сфинктер. Осыны тітіркенген кезде механорецепторлар нерв ми жүйесіне барып центр жаңағы сопақша мидағы центр дефекации барады да, обратно эфирен жол арқылы осы сфинктерді босатады. Ашылады. Одан кейін осы сыртқы сфинктер ашылады. Сөйтіп дефекация процесс болады екен. Сонымен қорыта келгенде организмдегі әр мүшенің өзінің бір функциясы бар. Ешқандай мүше жайдан жай тұрған жоқ. Ана жерде аппендикстің өзі, мысалға, бұда да жаңағы өте пайдалы микрофлора бактериялардың негізі орналасатын жері дейді осы жерде. Жерге егер бір мысалға тамақпен бірге бір қатты нәрселер келіп бірнеше біте қалса, осы жерде жаңағы воспаление пайда болады, жаңағы аппендикс, воспаление аппендикс болуы содан болады. Айтқым келген, ешқандай процесс жайдан жай болмайды, және ешқандай мүше жайдан жай организмде пайда болған жоқ. Әрқайсысының бір функциясы бар. Егер осы біздің ас қорыту физиологиямыз дұрыс болса, ешқандай кез келген аурудың профилактикасы ретінде қабылдау, профилактикасы алдын алуға болады. Себебі көптеген аурулар осы тамақтану бұзылысы дедім. Ең бірінші. Тамақтану бұзылса, метаболизм бұзылады. Метаболизм бұзылса, ол семіздікке алып келеді. Семіздік көптеген аурудың бастауы, давление болсын, жүрек аурулары болсын, бауыр аурулары, цирроз болсын, бүйрек ауруларына, ұйқы безінің ауруларына алып келеді. Тақырыбым осымен аяқталады. Комментарий жазып, тіркеліп, колокольчикті басып қойыңызды ұмытпаңыздар.